Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода мен сізге осындай волна түрлі сақинаны жасауды үйрететін боламын. Бар болғаны сіздерге осындай стеклярусқа ұқсайтын аласыздар, немесе стеклярус алсаңыздар болады. Менде стеклярус болмады, сондықтан осындай стеклярусқа ұқсайтынды алдым. Және екі түсті бисерім, бір түсті болса да болады. Қараңыздар, қандай әдемі. Және лескасы ешжерге барамаймыз. 30 см леска аламыз. Бұл видеоны бастамай тұрып, мен видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де жаңадан жоқ видеоларымнан қалып қалмау үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетіңіздер. Бастайық. Енді сол жақтағы лескаға екі стеклярус саламыз. Сосын мынау біріншісіне, екінші салынған ішіне сол оң жақтағы лесканың соңын кіргіземіз. Осылай болу керек. Енді біз бұны тартамыз. Бұны бізде осылай болып шығу керек. Енді сол жақтағы лескаға бір дана стеклярус таламыз. Сосын оң жақтағы лесканың соңын сол стеклярустың ішіне кіргіземіз. Бізде осылай болып шығу керек. Тартамыз. Сол жақтағы лескаға стеклярус таламыз да, оң жақтағы лесканың соңын стеклярустың ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Сол жақтағы лескаға бір дана қара стеклярус саламыз, сосын оң жақтағы лесканың соңын сол стеклярусқа кіргіземіз. Тартамыз. Бізде осылай болып жатыр. Енді біз осы қолымыздың пішініне қарай, саусағымыздың пішініне қарай, соңына дейін осы қара стекляруспен толтырамыз. Міне мен өзімнің саусағымның пішініне қарай жасадым. Міне. Қараңыздар. Оң жақтағы лесканың соңын ең бірінші салған стеклярустың ішіне кіргіземіз. Бұл жерде сол жағында тұрған лесканы сол бағанағындай ең бірінші салған стеклярустың ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Бізде қосылады. Енді біз бұны кеммен, лесканы кеммен 3 рет байлаймыз. Біз бұны қырққаннан соң зажигалкамен кішкене поджигать ету керекпіз. Сақинаның өзінің қарасы дайын болғаннан соң осы екі түсті аламыз. Оны бастау үшін бізге 30 см леска керек болады. Сол лесканы бір стеклярустың ішіне кіргіземіз. Мынау лесканың соңын кішкене байлап қоямыз, немесе күйдіреміз кішкене зажигалкамен. Лесканың соңына 9 дана бисер саламыз. Сосын екеуі санаймыз да, үшіншісіне сол лесканың соңын кіргіземіз. Өзі осындай болып шығады. 9 қызыл бисер саламыз, сосын екеуін санаймыз да, үшіншісіне лесканың соңын кіргіземін. Тартамын. Бізде осындай болып шығады. Енді 9 дана бисер саламыз. Осы лескамен екі стеклярус санаймыз да, үшіншісіне лесканы кіргіземіз. Тартамыз. 9 қызыл бисер саламыз да, екеуін екі стеклярусты санаймыз, үшіншісіне лесканы кіргіземіз. Енді біз осы схемамен осы сақинаның ең соңына дейін жасаймыз. Енді ең соңына да 9 дана қызыл бисер саламыз. Ең соңынан да 9 қызылды саламыз. Енді сол лесканы фиолетовый тұрған стеклярустың ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Енді біз бұны кеммен 3 рет байлаймыз. Сонда бізде осындай өте әдемі сақина шықты. Қараңыздар, вообще әдемі да. Мынау сияқты. Мынау бірақ нежный, мынау әдемірек. Маған ұнады осы. Енді сіздерге менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмау үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетіңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.